Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман қауым. Біржансал ауданы Құдығаш ауылдық кітапханасы «Күй анасы Дина» атты бейне-презентация ұсынады. Дина Нұрпейісова қазақ музыка мәдениетінің аса көрнекті қайраткері, халықтың күйші сазгері. Дина Нұрпейісова 1861 жылы Батыс Қазақстан облысы Жаңа Қала ауданы Бекетай құмында дүниеге келген. Динаның әкесі кенже домбырашы болған. Дина 9 жасында домбырашылық өнерді жақсы игерген. 1870 жылы Дина Құрманғазымен тұңғыш рет кездескен. Динаның Құрманғазымен кездесуі болашақ өнер жолында шешуші рөл атқарған. Құрманғазы Динаның дарынына тәнті болып, одан үлкен үміт күтеді. Ақыл кеңес беріп күй үйретеді, оны өзіне шәкірт тұтады. Құрманғазының мектебінен өту Динаның домбырашылық өнерін шыңдай түсті. Ол өз жанынан күй шығара бастайды. Құрманғазының Дәулеткерейдің түркіштің дәстүрін дамыта келіп, Дина қазақтың өз кезеңіндегі күйшілік өнерін жаңа бір белеске көтерді. Оның салтанатты, асқақ рухтағы, шаттыққа толы тойбастары, әсем нәзік сазды бұлбұлы, әсем қоңыры, әуезді үн бояуымен терең тебіреністі мазмұнымен қазақ халқының жаңа бағыттағы күйлерінің негізін салған үздік туындылар.